Баршаңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз Левита Мадраны қалай сақтау керек екенін көрсететін боламын. Міне бізде пикте тұрған Левита Мадре осындай пергамент қағазға ашытқыны қасықпен немесе осындай лопаткамен мүмкіндігінше жұқа жағамыз. Левита Мадре өте қою закваска. Сол себептен бізде жұқа жағуға мүмкіндік болмай тұр. Міне мен барлық жерін жағып шықтым де кепкен кезде осылай бөліп шығамын. Шамамен 3-4 күнде бұл жақсы кебеді. Бұл әдіспен басқа да ашытқыларды кептіруге болады. Осындай кепкен ашытқы 5 жылға сақтауға мүмкіндік болады. Кофемолканы алып, бөлшектерін ұсатып, ұнтақ ретінде ұсатып аламыз. Менің салған ашытқым аз болды, сосын үстінен тағы да қостым. Сол кезде жақсы ұсатады. Міне осындай ұнтақ пайда болды. Алыс жолға немесе басқа қалаға жеткізу үшін осындай пакеттерді сатып алдым. Ішіне 50 грамм ашытқы сияды. Одан көптеу салуға да болады.